Асат. Баубек Булкышев атындағы орталықтандырылған кітапхана қабырғасында Сатпаев қаласы мемлекеттік архивінің ұйымдастыруымен Чернобыль 40 жылдық тағылым мен тағзым атты еске алу кеші өтті. Шарада апат салдарын жоюға қатысқан азаматтардың ерлігі ұлықталып, олардың өмір жолы кейінгі ұрпаққа үлгі ретінде насихатталды. Аталған шараға Чернобыль жалыны қоғамдық бірлестігінің өкілдері, апаттың ардагерлері, қалалық архив қызметкерлері және оқушылар қатысты. Кеште экран арқылы ардагердің өмір жолы мен ерлігі жайлы бейнеролик ұсынылды. Іс-шара барысында қонақтарға сөз беріліп, Чернобыль апатының тарихи мәні мен оның зардаптарын еңсеруге үлес қосқан азаматтардың еңбегі ерекше құрметпен аталып өтті. Рахметімізді айтамыз. Осылай иелеп ардагерлерді қонақ ретінде жақсы деңгейде өтті деп санаймыз. Келешекте осындай шаралар көп болса екен дейміз. Рахмет. Сонымен қатар кеш барысында оқушылар ардагерлерге көкейлеріндегі сұрақтарын қойып, еркін пікір алмасты. Жиын аясында Чернобыль ардагеріне арналған жеке текті қордың ашылғаны ресми түрде жарияланып, оның жұбайына арнайы сертификат салтанатты түрде табысталды. Сондай-ақ қонақтарға естелік сыйлықтар ұсынылды. Ардагердің туыстары мен әріптестері жүрек жарды естеліктермен бөлісіп, оның ерлігі мен адами болмысын айрықша құрметпен еске алды.